Бәріңе сәлем. Бүгін біз «Очень странные дела» сериалының бірінші маусымын бірге тамашалап, мен оған қысқаша шолу жасамақшымын, және арасына өз ойымды қосып отырамын. Бұл сериалдың 5 сезоны бар. Мен бірте-бірте оның барлығына шолу жасаймын. Ендеше, жейтін-ішетін бірдеңе дайындап алыңыздар, ал мен бастаймын. Кстати, лайк пен подписканы ұмытпайықшы, өтініш. Бірінші серия. Оқиға Индиана штатының Хопкинс қалашығында өрбиді. Какой-то бір мужик белгісіз біреуден қашып бара жатыр. Ол солай лифтке кіріп, және өліп қалады. Келесі кадрдан біз 4 құттай баланы көреміз. Бұлар айтпақшы главный рөлдегі актерларымыз. Таныстыра кетейін. Бұл Майк. Оны біз мына банданың типа главары деуімізге болады. Қысқасы өте қызық әрі харизматичный пацанчик. Бұл болса Дастин. Бляха, мынау енді чисті менің любимчігім. Сериал бойы шала басып, өзінің бір өтпесе де айта беретін приколдары бар. Короче, түсінген шығарсыздар, Мынау Лукас. Чуто маған бұл бала онша қатты ұнамады. Стоп. Қара болған үшін емес. Как-то мутный тип. Төртінші бала Уилл. Сценарий бойынша барлық сериал осы бала айналасында құрылған секілді. Жігіттер үстел ойындарын ойнап отырады. Бір кезде Майктың мамасы дала қараңғы болып кетті. Балаларды үйлеріне жібер дейді. Мы игру 2 недели планировали. Кто знал, что она займет 10 часов? Осылай жігіттер үйлеріне тарап, Дастин Нэнсиге пиццаның кусогын апарып беруге шешім қабылдайды. Нэнси деген Майктың әпкесі. Ол туралы не айтайын, әдемі тартымды қыз. Ол Дастинді жақтырмай есікті жауып тастайды. Твоя сестра сильно изменилась, потому что мутит с говнюком Стивом Харрингтоном и превращается в тьму. Она всегда была чмо. Уилл үйіне жалғыз қайтып бара жатып, жолдан әлдебір қорқынышты силуетті байқайды. Қорыққаннан виліктен құлап үйіне қарай жүгіреді. Үйінде мамасы да, ағасы да жоқ. Әрине бірінші кезекте оларға хабарласуға тырысып көреді. Бір кезде үйдің есігі ашылып жатқанын байқап, үйдің жанындағы пристройкаға қарай жүгіреді. Уилл солай қаруды оқтауға тырысқанымен, барлық попыткасы сәтсіз аяқталды. Таңертең мамасы мен Уиллдің ағасы. Давайте мен олар таныстырып жіберейін. Бұл Джойс Пайерс, Уиллдің анасы. Нормальный тип, самый главный, тамақты четко дайындайды. Мынау Джонатан Байерс. Жігіт кішкене мінез жабықтау, постоянно жалғыз жүреді. Отбасы Уиллді бөлмесінен таба алмай, құрсыншы сауыққа кетіп қалған шығар деп ойлайды. Жігіттер мектепке келді, және ол жақта оларды мазақтайды. Ну и кто станет гвоздем программы? Сникерс, балабол или беззубый? Нэнси де мектепке келді. Бұл оның құрбысы Барбара. Екеуі әңгімелесіп, Нэнси бір кезде туалетке кетеді. Ол жерде Стив пен мына жерде болмайтынын түсініп, Стив Нэнсиге кешке үйге баратынын айтады. Приходи на Дирборн и Мейпл. 8. Учиться. Мынау шериф Джим Хоппер. Негізі чотко мужик, басқа айтарым жоқ. Джим кабинетіне келсе, Джойс отыр екен. Әйел баласының жоғалып кеткенін айтады. Көп болса, бала может әкесіне кеткен шығар дейді. Батясының аты Лони. Шериф Лониға хабарласып, Уилл жайлы сұрап көрші деп кеңес берді. Бізді енді серияның басындағы лабораторияға қарай жібереді. Өлім болған жерге карантин жариялап, бір топ жігітті не болған анықтауға жұмсайды. Локацияны кішкене аралағаннан кейін, олар бір порталға тап болды. Сосын олардың әңгімесінен біз бір қыздың жоғалып кеткенін білеміз. Келесі кадрда бізге сол қызды таныстырады. Бұл Оди. Енді ол да бүкіл сериал бойы аузымыздан түспейді. Оди бір кафеге кіріп кетті, және үстелде тұрған тамақты көріп, енді ауыз тиіп жатыр еді, кафе иесі көріп қояды. Сабақтан соң Лукас, Дастин және Майкл мұғаліммен бірге жаңа радиостанцияны бағалауға келеді. Мұғалім тоже ровный мужик, ол әлі бізге көмектесетін болады. Жігіттер радионы шұқылап жатқанда, бөлмеге директор мен шериф кіріп келеді де, балалардан Уиллдің қай жолмен кеткенін сұрап алады. Джойсты флешбектер мазалайды. Ол Уиллмен бірге шалашта отыр екен. Солай Джонатанмен барып шалашта тексерсе, ешкім жоқ болып шығады. Кафеде мужик қызға тамағын беріп, не болғанын анықтап алғысы келді. Оди алғашқыда түк те айтпайды. Алайда мужик оның тамағын тартып алғанда, өзін таныстыра кетеді. Солай ол арнайы қызметке хабарласады. Оди негізі анау-мынау қыз емес. Ол телекинез иесі. Шериф қасына 2 копты алып, бала жүрген жолға келді. Айтпақшы, қарындаш, мына жерде ол таблетка қабылдайды. Бұл актер негізі шын өмірде биполярка болған екен. Может, содан кейін ішіп жатыр ма деп ойлап қоям. Отсылка дейсің ғой жаңа. Джойс Лониға хабарласады, бірақ трубканы оның жаңа әйелі алып, Тварь! ара қарай коптар келіп, Виликті көрсетеді. Сол сәтте шериф иттің үрген дауысын естиді. Ит анау пристройкаға қарап үріп жатыр екен. Шериф оның ішіне кіріп, ештеңе таппай шығады. Сосын іздеу тобын жинауды бұйырды. Үйде Майкл Уиллді іздеу керегін айтып, ата-анасының миын шірітіп жатыр. Ақырында бәрі ұрсып тарап кетті. Сосын Майкл мен Лукас рация арқылы кездесуге шығуға келседі. Виллигін алып, жігітіміз жолға шықты.
Оппо, осы тұста ол Нэнсидің бөлмесіне бара жатқан Стивті көреді. Стив ештеңеден қорықпай, ақыры Нэнсидің бөлмесіне кіреді. Бонниға, бұның атын айтуды ұмытып кеттім ғой мен. Службадан адамдар келді. Бәкең енді оны ішке кіргізе беріп еді, әйел оны атып тастайды. Бұны Оди көріп қашып кетеді. Жігіттер тот самый жерге келіп, великтерін тастап, жаяу іздеуге көшті. Ал мыналар сабақ оқып жатыр. Джойс пен Джонатан сурет қарап отыр. Джо інісінің жоғалуына өзін кінәлайды. Мен әрдайым жанында болуым керек еді, анау-мынау деген секілді. Осы кезде телефон шырылдап, артынан түсініксіз дыбыстар естіледі де, телефон күйіп кетеді. Джойс Уилдың тыныс алған дауысын естіпті. Іздеу барысында жігіттер Одиді кездестіріп қалады да, бірінші бөлім аяқталады. Екінші серия. Жігіттер Одиді Майклдың үйіне әкеледі де, кім екенін, қайдан екенін сұрайды. Осы сәттегі тәкеңнің сұрағы сәл-пәл ауырлау кетті. А где волосы? У тебя рак? Жігіттер оған ауыстыратын киім береді. Оди болса, еш ойланбастан бәрінің көзінше киім ауыстыра бастайды. Қыз киім ауыстырып жатқанда, балалар ары қарай не істейтіндерін ойланады. Алғашқыда үйдегілерге айтуды шешті. Бірақ кейіннен бұл вариант жарамайтынын түсінеді. Солай Дастин тағы бір рет әзілдеуге тырысады. Она сбежала из Пенхерста. Это где? Психбольница в округе Керли. У тебя там родня? Майк Одиді подвалда қалдыруды шешті. Таңертең ол есікті қағады, және мамасы ашып, ары қарай бұны өз қолына алады. Балалар кеткеннен соң, Майкл онымен сөйлесіп көруге тырысады. Солай оның тек есімін ғана біліп алды. Джойс ұлының жоғалғанына сенбей өзін қояр жер таппай жүр. Жынданғаннан өз шашын жұлып тастауға дайын. Шериф жағымсыз жаңалықпен келді. Түнімен орманды қарап шыққанымен ештеңе таба алмапты. Кейін екеуі телефон қоңырауы жайлы сөйлеседі. Анасы телефоннан ұлының демін естігенін айтты. Ал Хоппер болса, мұндай хуйняға қалай сенемін дейді. Майк өте тез әрі агрессивті түрде тамақ жеп жатыр. Нэнси оған дұрыстап асықпай жешей дейді. Бала да бұндай кезде қарақпасын ба, одан кешегі кеш туралы сұрайды. Долго вчера занималась? Немного увлеклась. Подготовка к тесту? По анатомии? Майкл Одиге таңғы вафля әкеліп береді. Және ол кешегі планды орындағысы келеді. Бірақ Оди қорқып тұрғанын айтып бас тартты. Лабораторияның типа главные шал Джойстың телефон қоңырауын тыңдап көреді. Мына жақта Уилді іздеу операциясы жалғасуда. Мектепте Стив компашкасымен бірге Нэнси мен құрбысын сауық кешке шақырады. Сосын оның назары Джонатанға ауысып кетті. Ол інісінің жоғалғаны жайлы қағазда іліп жатыр екен. Нэнси жанына барып қолдау көрсетуге тырысады. Майкл мектепке бармайды. Үйіндегілер кеткеннен соң Одиге үйді көрсетуге шешім қабылдайды. Джонатан көлігінде музыка тыңдап жатыр. Флешбэк, ол інісімен бірге дәл осы музыканы тыңдап келе жатыр. Джойс жұмысқа келіп, жаңа телефон сатып алмақшы болады. Ол 2 еселік аванс жазып беруін сұрайды. Бастығы енді жыланып жатыр еді. Джойс оған: «Өш, мен жасап жатқаныма 10 шақты жыл болды ғой, осы уақыт ішінде бір кәсек жасамадым. Той короче баста ұртпа, жаз» дейді. Костюм киген жігіттер үйге келіп, бірдеңелер өлшей бастайды. Майк Одимен бірге бөлмесінде отыр, және бір кезде ол Уилдың суретін көреді. Енді түрі өзгере бергенде үйге анасы келіп қалып, амал жоқ Майк Одиді шкафқа жасырады. Шкафта Оди тағы бір флешбэк ұстайды. Екі мужик оны қолдарынан сүйреп бір бөлмеге қамайды. Оны апара жатқанда, ол ана шалға қарап папа деп айқайлайды. Получается, мынау шал Одидің әкесі. Майкл өйтіп мамасын алдап бөлмесіне ұшып келді. Солай шкафты ашса, Оди жылап отыр екен. Джойс үйіне келіп телефонды қосады да жаңа қоңырау күтеді. Шериф, волонтерлар және іздеу тобы Уилді іздеп жүр. Осы сәтте Хопқа Бонни туралы жаңалық келеді. Ұшып барып ішке кіріп қалса, Бонни столда, как будто суицид жасағандай жатыр екен. Джонатан әкесіне келіп, үйді аралап шығады, алайда Уилді таппайды. Майклға жігіттер келіп, Оди фотодан Уилді танығанын айтады. Содан соң Лукас қызға қарай атылып, әлемдегі бар боғау сөзді айтуға дайын тұрады. Бір кезде Оди өзінің суперсиласымен есікті тарс етіп жауып тастайды. Біздің пацандар вахуй. Шериф Боннидің досымен сөйлесіп отыр. Ол Боннидің жанында бір бала болғанын айтады. Хоппыны Уил деп ойлайды. Алайда біріміз біліп тұрмыз, ол Оди жайлы айтып отыр. Нэнси Барбараға менімен бірге сауық кешке баршы деп жалынады. Майкл отбасымен бірге ас ішіп отыр. Сол сәтте Оди лестницадан түсіп келе жатады. Дастин бұған тез реакция білдіріп, анасын алаңдатып үлгерді, және Оди байқалмай қалды. Іздеу тобындағы мұғалім құбырдың жанынан киімнің бір бөлігін тауып алады. Шериф бұл құбырдың қайда апаратынын анықтауды шешті. Солай құбыр лабораторияға алып барады екен. Жігіттер тұрып Одиге: «Біз жай ғана досымызды тапқымыз келеді» деп ақталады. Бірақ Оди бұны түсінбейді. Жігіттер болса барлығын түсіндіруге тырысады.
Нэнси все-таки Барбараны көндірді. Құрбысы Нэнси ақмақты жасап қоюына жол бермеу үшін келісім берді. Оди үстел ойындары тұрған жерге отырып жігіттерге бірдеңе көрсетемін дейді. Ол ойын тақтасын аударып, бір сиқыршыны орналастырып, Уиллдың құбыжықтың бір түрінен жасырынып жатқанын айтады. Джонатан велик табылған жерге келіп фотоға түсіре бастайды. Осы сәтте бір айқайды естіп, сол жаққа қарай бет алды. Сөйтсек бұл дауыстар Стивтің сауық кешінен шығып жатыр екен. Олар сыраны енді көрмейтіндей ұрып, кезек Барбараға келеді. Бірақ оның түрде айтпыр негізі, попыткасы сәтсіз аяқталып, ол қолын кесіп алды. Джойстың телефонына тағы да қоңырау соғылып, артынан Я тебя слышу, прошу. Джойс шошып, Уиллдан қайда екенін сұрай бергенде, телефон күйіп кетеді. Үйден әлде бір светтер жана бастайды. Солай Джонатанның бөлмесіне келсе, қатты музыка ойнап кетеді. Джойс есікті ашса, ешкім жоқ. Лампада біртүрлі жанап тұр. Джойс осы арқылы Уиллмен байланса алатын шығармын деп ойлайды. Бірақ осы кезде бәрі үзіліп, стенадан бір қолдар шыға бастайды. Қатты шошынған Джойс үйден қашып, машинаға кіріп кетеді. Сол сәтте үйден қайтадан музыка ойнайды. Бассейннен соң Нэнси әрине Стивке кетеді. Барбара оны тоқтатуға тырысқанымен, Нэнси құрбысын үйіне қайтарып жібереді. Нэнси мен Стив өздерінің істерін жасап жатқанда, бұл сәт Джонатанның камерасына түсіп қалды. Сонымен қатар, ол Барбара бассейнде жалғыз отырған кезінде түсіріп алған болатын. Қыздың қанының тамшысы суға түсіп, су ішінен біреу оған шабуыл жасайды. Джонатан бұл сәтте камерасымен әлек болып, ештеңе көре алмай қалды. Үшінші серия. Барбара бассейнде оянады, бірақ басқа әлемде. Фу, не отырнық? Барып монстрмен алысып жатқанда, Стив пен Нэнси бір-бірімен алысып жатыр. Қыз бәрібірде монстрдан қаша алмайды. Нэнси тірлігін аяқтап үйіне жетеді. Енді кіре бергенде алдынан анасы күтіп алып, қайда жүрсің сен қыз? Уиллдың жоғалғаны анау деген секілді ұрса жөнеледі. Онымен қоса анасы Нэнсидің үстінен Стивтің күртешесін байқап қалады. Амал жоқ, солай ақталуға тура келді. Ничего не было. Таңертең Джонатан непонятный звуктардан оянып кетеді. Комнатаға кірсе, анасы лампамен сөйлесіп отыр екен. Джо енді мамасын қай жындыханаға өткіземін деп ойланып кетеді. Солай екеуі айқайласып, ақырында Джо анасын тыныштандырып ұйқыға жатқызады. Біздің пацандар қаруланып сайланып достарын іздеуге шығады. Лукас рогатка, бинокль, пышақтарын алады, ал Дастин болса тамақ. Серьезно? Нам нужно зелье для выносливости, для маны. Бірақ олардың жиналысын анасы бұзып, барлығын мектепке жібереді. Кетер алдында Майкл Одиге сағат беріп, керек уақытта керек жерге кел дейді. Штоп Уиллды іздеуге көмектесу үшін. Нэнси мектепке келсе, Барбара жоқ. Сосын Стив келіп оған: Мне было хорошо. Да, мне тоже. Шериф пен екі коп лабораторияға барады. Іздер де сонда бара жатқан еді. Оди үйде жалғыз, және кішкене қожайындық жасағысы келді ма, креслоға отырып телевизор көре бастайды. Бір кезде коланың рекламасы шығады. Вот осы сәтте тағы бір флешбек ұстайды. Ол лабораториядағы орындықта отыр. Алдында тұрған коланың қалбырын суперсиласымен мұжып тастайды. Содан соң мұрнынан өзен болып қан кетеді. Джойс вообще қуып кетті. Короче, үйдің бәріне гирлянда орнатып, баласымен связға шығам деп жүр. Бір гирлянда аз болатынын түсініп, магазиндегі барлық жарық шамды сатып алады. Шериф трубаны қарап, бәрібірде камераларға бір көз жүгірткен дұрыс екенін ұғады. Қарап болғаннан соң, Хопшин мына адамдар чота бірдеңе жасырып тұрғандай көрінеді. Өйткені жетісі күні жаңбыр жауған дейді. Камерадан болса бір тамшысы да байқалмайды. Что теперь? Не знаю. Но они лгут. Костюм киген адамдар портал жанына бірдеңелер салып жатыр. Нэнси мектепте Барбара үшін алаңдап жүр. Томмиден кеткен кезде оны көрмедің ба деп сұрайды. Солай ол қызымен бірге біздің парочканы мазақтай бастайды. Сосын Джонатан Нэнсиге бір түрлі тесіле қарады. Жігіттер рогаткаға арнап жақсы тастар іздеп жүр. Бір кезде анау ешекбастар пайда болып, тағы да мазақтай бастайды. Вот, жігіттер енді кетіп бара жатқанда Майкл шалынып, иегін жарақаттайды. Джонатан фотоларын қарап отырған кезде, оны бір қыз пальт етіп, Джо фотосуреттерін жинап кетіп қалады. Джойс үйдің бәріне гирлянда іліп тастаған сәтте, есікті біреу қағады. Бұл Карен, Майклдың мамасы, оған запеканка әкеліпті. Хоп архивті лабораторияға қатысы бар мәліметтер табу үшін ақтарып көреді. Бұл уақытта Карен Джойсты сабырға шақырып жатыр. Кенет гирляндалар бір жолды көрсеткендей жанып, Кареннің қызы сол ізбен кетеді. Бөлмеге кірген қыз лампочканың қалай жыпылықтап жанып жатқанын көреді. Өшкен сәтте стенадан әлде біреулер шығып келе жатады. Бірақ Джойс дер кезінде үлгеріп қызды алып кетті. Джонатан көлігіне келсе, көлік жанында Стив пен достары тұр екен.
Короче, бағанағы спальт еткен қыз Стивке бәрін айтып тастапты. Солай сумкасын тартып алып, ішіндегі суреттерді жыртады да фотоаппаратты сындырып тастайды. Нэнси жыртылған суреттерден Барбараны көріп қалып, оларды жинап алады. Оди айтылған орынға келіп, ол жерден мысық көріп қалды. Қайтадан флешбек. Бұл жолы оған мысықты өлтіруді бұйырады, бірақ ол бас тартты. Солай осы қылығы үшін оны алып кеткенін түсінеміз. Бірақ Одиді қамап үлгермейді, ол екі охранникті суперсиласымен өлтіріп тастайды. Команда жолға шықты. Оди Майклдың иегін байқап қалады. Я просто упал на камень. Алғашында өтірік бере салам деп ойлағанымен, Друзья говорят правду. солай барлығын Кагана Ейст айтып берді. Нэнси Стивтің үйіне келді. Барбараның көлігі болса кеше түнде қалдырып кеткен жерінде тұр. Ол орманнан құрбысын іздеуге кіріседі. Бір кезде бір нәрсе артынан фук етіп өтіп кетеді. Джойста гирляндалар жүгіріп жүр. Ол тумбаны ысырып, қолына бір гирлянда алып сұрайды. Ты здесь? Бұл сөздерден кейін гирлянда жанып, анасы байланысқа шығуға тырысады. Джойс Уиллдың тірі екенін, бірақ жағдайы мәз еместігін анықтайды. Содан соң мамасы стенаға алфавитті іліп, әр әріпке лампочка қойып шығады. Нэнси көз жасын көлдетіп үйіне келеді де, мамасына Барбара жайлы айтады. Шерифке рациядан хабар түсіп, солай көлікке отырып, мигалканы қосып, ұшып кетеді. Оди жігіттерді Уиллдың үйіне әкеліп, ол осында жасырынып жатыр дейді. Лукас осы кезде тағы, «Бәле, лучше коптарды шақырғанымыз дұрыс еді» деп жыланады. Әңгімелерін мигалкасы айқайлап келе жатқан полиция көлігі бозып жіберді. Солай көп ойланбай, арттарынан бұлар да ұшады. Джойс баласымен байланыс орнатады. Баласы оған «Мен осындамын» деп белгі береді. Сосын алфавиттен «Ран» деген сөз жанып, стенадан какой-то мутант шыға бастайды. Полиция шақырылған жерге жетіп, судан Уиллды шығарады. Бірақ Майктың бұған сенгісі жоқ. Оди оны жұбатуға тырысқанымен, ол бәріне айқайлап кетіп қалады. 4-ші серия. Полиция Джойстың үйін қарап жүр. Хоппер оған ұлының қалай өлгенін баяндайды. Бірақ әйел оны тыңдар емес. Ол ұлының тірі екенін айтып, гирляндамен болған жағдайды түсіндіреді. Бірақ шериф сенің басыңмен проблема бар ау дегенге келтіреді. Ақыры болмағаннан кейін, ертең келіп ұлыңның мәйітін көрші деп диалогты аяқтайды. Джойс пристройкаға барып, балтаны ұстап диванға отырады. Майктың атанасы Уиллдың өлгені жайлы телевизордан жаңалықтар көріп отыр. Майк Одимен бірге подвалда. Оди рациямен ойнап отыр. Және Майк шыдай алмай, попросту оған айқайлап тастайды. Ол өзінің суперсиласымен радио толқында тауып, Уиллдың өлең айтып жатқан дауысын естиді. Таңертең Майк анасына «Мектепке бармаймын, Уиллдың өлімі маған ауыр тиді» дейді. Солай анасы кете салсымен рациямен Лукасқа байланысқа шығады. Лукас оны игнорт еткісі келгенімен, ақыры олай болмайды. Шериф моргта отырып, мәйітті кесу жұмысын штаттағы адамдар жасағанын естиді. Сосын Хоп, Джо және анасымен әңгімелесіп отырғанда, кабинетке Джойс кіріп келіп, докторға «Мынау менің балам емес қой» деп айқайлайды. Нэнси Стивке үйінің жанынан түрі көрінбеген біреудің жылдам жүгіріп өткенін айтты. Стив керісінше оған неге олай жасағанын сұрап, қазір полиция тергеу алатынын айтады. Сонымен қатар, сауық кеш туралы мама білетін болса көтімді айырады дейді. Нэнси естігендерден чуть хут етіп кетіп қалады. Жігіттер жиналып, Майк пен Оди Уиллдың дауысын естігендерін дәлелдеуге тырысады. Оди бірдеңелерді шұқылап, бір толқынға келтіре алмай жатса, Лукас оларға «Тал өпсіңдер ма» деп кетіп қалады. Кеше ғана Уиллды карьерден шығарып алдық, ал сендер мына жақта какой-то хуйнямен айналысып жатсыңдар. Ол өліп қалған дейді. Жігіттер бұл сөздерге мән бермей, күштірек радиостанцияны қолдануды шешеді. Әрине, сразу естеріне мектептегісі түседі. Олар Одиге Нэнсидің киімдерін беріп, мектепке ұшады. Лабораторияда порталдың жанына салып жатқан конструкция аяқталады. Жігітті троспен байлап, ол порталға секіреді. Мектепте Нэнсиді коптар шақырып, сол түн бойынша тергеу ала бастайды. Шериф мәйітті кесумен айналысуы керек болған Гэри атты жігітпен сөйлесуде. Ол 6 штаттық коп оны бақылап жүргенін айтты. Хоп, чота іс быт болып кеткенін түсінеді. Жігіттер мектепке келсе, оларды мұғалім байқап қалып, Уиллды еске аламыз деп алып кетеді. Нэнси мен мамасы үйіне келеді. Және әрине мамасы чоза хуйня отыр деп оған ұрсады. Нэнси оған сөз қайтарып тастап кетіп қалды. Сосын бөлмесінде отырып, жыртылған фото қалдықтарын біріктірсе, бір түрлі бейнені байқайды. Порталға кірген жігіт, есімі Шепард, бір нәрсені көріп, мені шығарып алдыңдар деп айқайлайды. Жігіттер канатты тартып алып шықса, Шепард жоқ. Уилл үшін жиналыста екі жігіт күліп ойнап отыр. Он был такой выдающийся ученик. Қоңырау солған бетте Майк жаңаға екеуіне тиісіп, біреуін итеріп жібереді. Солай ана орнынан атып тұрып, Майкқа қарай шабуылдай бастағанда қатып қалады. Бұны Оди жасаған екен.
Джонатан табыт таңдап жүр. Қасына Нэнси келіп фотоны көрсетеді де, «Мынау чоза нәрсе» дейді. Ол ештеңе білмейтіндімен құтылады. Қыз сол сәтте ормандағы ситуацияны айтып береді. Хоппер барда отыр және Уиллды тауып алған кісімен сөйлесу үстінде. Какие-то проблемы? Нет проблем. Не суй нос не в свое дело. Әңгімеден Хоп бірдеңе дұрыс еместігін түсінеді. Бір вискиді тартып жіберіп, былай болмаса жұдырықпен қалай болатынын тексереді. Бірақ анау кісі ештеңе білмейді екен. Просто артынан бір машина жүріп отырған. Оди қажет толқынды таппай жатыр. Фук, флешбек. Әкесі фотодағы жігітті тауып берші дейді. Ал ол оның не туралы айтқанын тыңдап, бәрін әкесіне жеткізді. Оди бір кезде қажетті толқынды табады, және Уиллдың не айтып жатқанын балалар да, анасы да естиді. Джойс шынданып, абойды жыртса, баласының басқа әлемде екенін көреді. Бірақ содан кейін қабырғаны басып, жігіттердің барлық техникасы өртеніп кетеді де, Дастин өртті сөндіріп үлгереді. Джойс сосын стенаны епаш деп жатқанда, одан айтарлықтай ештеңе шықпайды. Джонатан мен Нэнси жаңа фото пайда болғанын күтіп отыр. Олар біраз әңгімелесіп, фотодағы мына құбыжықты көреді. Хоппер моргқа келеді. Ары қарай охранникті ұйықтатып, морозильниктен Уиллдың денесін шығарады. Әрең өзін ұстап, пышақпен денені тіледі. Сөйтсек бұл адам емес, қайдағы жоқ қуыршақ екен. Джойсқа бұрынғы күйеуі Лони келеді. Осы уақытта Хоппер қоршауды кесіп, зертхананың аумағына кіреді. 5-ші серия. Шериф лабораторияға ақыры кірді. Карантин зонасына өтсе, екі мужик тұр екен. Біреуін талдырып, екіншісіне тапанша тақайды. Одан кілтті алып, басқа секцияға кетеді. Лони Джойсты тыңдап отыр. Балалар Уиллдың сөздерінен ол өз үйінде, бірақ басқа әлемде екен деп ойлайды. Шерифті пальтетіп қойды, бірақ ол лифтқа кіріп, басқа этажға кетіп үлгереді. Сәл жүріп, тот самый порталды табады, бірақ оны сол сәтте ұйықтатып тастайды. Джо үйіне келсе, алдында мынандай картина. Үйде әкесі отыр. Олар әңгімелесуге тырысқандарымен, әңгімелері онша болмай қалды. Келесі күні Уиллды жерлеу рәсімі өтеді. Хоппер өзіне келіп, бірдеңелерді іздей бастайды. Солай бір кезде ақыры іздегенін табады. Бұл нәрсе прослушка. Одидің әкесі мен бірнеше адамдар Уилл мен жігіттердің әңгімесін естіп отыр екен. Шал сол кезде Оди олармен бірге екенін түсінеді. Нэнси мен Джонатан алдағы жоспарларын құрады. Біраз ойланып, екеуі өлтіреміз деген шешімге келді. Әкесінің көлігінің бардачогын бұзып, ствол алады. Штаттық көп балалардың бұрын болған орнын қарау үшін мектепке келді. Балалар мұғалімінен басқа әлемге қалай түсуге болатынын үйренеді. Примерно. Мұғалім бәрін чотқа түсіндіріп береді. Шерифке екі коптосы келді, және соңғы жаңалықтармен бөліседі. Екі бала Лихалесияда жоғалып кетіпті. Бұл жерде Уилл да жоғалған болатын. Айшанау федеральщиктер Барбараның машинасын тауып алыпты. Майклдың үйінде Дастиннің басына тамаша ой келді. Ол компас солтүстікті көрсетпейтінін түсінеді. Мұғалімі портал ашық болса, жұрт білер еді дейді. Кем дегенде магнит өрісі өзгергендіктен. Бұл жерде де осындай жағдай болды. Компас стрелкасы бір жерге тартып тұр, және жігіттер сол стрелка бойымен жүрсе, порталды таба алады. Бұны Оди естігеннен соң, ол алаңдай бастайды. Пока Лони душта кезде, Джойс сумкасын тексеріп, бір қағаз тауып алады. Нэнси битамен жаттығу жасап тұрғанда, жанына Стив келеді. Екеуі кішкене әңгімелесіп тарап кетеді. Лони Уиллдың өлімін пайдаланып, ақша өндіріп алғысы келеді. Бұған Джойс скандал шығарып, бәле болғаны бар емес пе? Шериф сәл-пәл эмоцияға беріліп, бұрынғы әйеліне хабарласады, және телефон артынан баласының жылағанын естіп, өшіріп тастайды. Жігіттер стрелканың бағытымен кетіп бара жатып, кенет Одидің жағдайы нашарлап кетеді. Фук, флешбек. Бұл жолы ол біреуді естуі керек болады. Бірақ ол алыс болғандықтан қызды су толған капсулаға салады. Бұдан соң ол бәрінен шаршадым, аратынындаш дейді. Джо мен Нэнси орманда әдемі әңгімелесіп келе жатып, аяқ асты ұрсып қалады. Хоп, Джойсті көруге келеді. Үйге кіре салысымен оған қағаз көрсетеді. Өйткені ол оның үйінде просушка бар екен деп ойлады. Солай ішке кірсе, үйдің бәрінде дафига лампочка ілулі тұр. Осылай Шериф, мыналардың біреуі явно просушка ғой деп ойлайды. Жігіттер де жолдан жаңылып қала берді. Солай Лукас ойлана келе, «Бәләха, мынаған Оди кінәлі» дейді. Сөйтсек шынымен, Оди портал қауіпті болғандықтан онда барғысы келмепті. Шериф үйді тексеріп, оған кешегі жағдайды айтып береді. Я был в морге вчера ночью, Джойс. Это не он. Тело Уилла муляж. Лукас пен Майкл Оди үшін қырылып қалады. Төбелес әдемі кетіп жатқан кезде Оди суперсиласымен Лукасты ұшырып жібереді. Тағы да флешбек. Капсулаға түскеннен кейін Оди қап-қараңғы жерге тап болды.
Ол алдындағы адамға жақындап, оның барлық сөздері динамик арқылы лабораторияға естіліп тұрды. Кенет ол бір нәрседен қатты қорқып, айқайлай бастайды. Шын әлемде Лукас оянып, пошолте деп кетіп қалады. Жігіттер арттарына қараса, Оди жоқ. Джо мен Нэнси түнде орманда келе жатыр. Бір кезде Нэнси айқайлағандай дауысты естиді. Кішкене жүргеннен соң өліп қалған бұғыны табады. Сол сәтте непонятный монстр пайда болып, бұғы жоғалып кетеді. Екеуі бұғыны іздеп қанның ізімен жүреді. Біраз жүргеннен кейін із аяқталып, ал Нэнси ағаштан тесікті көріп қалды. Бұл лабораториядағы порталға апарар жол секілді. Ол солай ештеңе ойламай тесікке кіріп кетеді де басқа әлемнен пайда болады және бағанағы мутантты көреді. Джо болса оның жоғалғанын біраз уақыттан кейін байқайды. Ағаштағы портал болса жабылуға жақын. 6-шы серия. Джонатан мен Нэнси бір-бірін табуға тырысып жүр. Және олардың қолдарынан бұл келгендей. Өйткені Джо порталды тапқан кезде кенеттен бір қол шығады. Соңғы сәтте ол оны шығарып алды. Стив достарымен бірге Нэнсидің үйіне келді. Үйдің крышасына шықса, терезеден Нэнси мен Джоның құшақтасып отырғандарын көреді. Хоп Джойсқа лабораторияда не көргенін баяндап берді. Сосын оның басына Уиллды басқа баланың ізімен іздегені жайлы теория келеді. Нэнси душ қабылдап жатыр. И бац, флешбэк. Сосын бөлмесіне келіп, бірге ұйықтап қалады. Шериф бір адресті табады, және Джойс екеуі сол жаққа айдайды. Таңертең Джо мен Нэнси басы ауырып оянады. Соның әсерінен бе, әйтеуір екеуі анау монстр қанның иісін сезеді деген ойға келіп, тексермекші болады. Скотт мұғалімнің үйіне Бонниді өлтірген қатын келеді. Және біз ең ақылды адамдарды іздеп жатырмыз деп жегізеді ғой короче. Дастин мен Майкл ситуацияны талқылап, ақырында Лукаспен татуласайық деген қорытындыға келеді. Майк Лукасты бірінші ұрғандықтан алғаш болып сол кешірім сұрау керек. Флешбэк. Одиге әкесі келеді. Ол оған гүл сыйлап, бүгін ерекше күн болатынын айтты. Сосын ол орманнан оянады. Анасы Нэнсидің бөлмесіне кіреді, бірақ Нэнси бөлмеде жоқ. Жігіттер Лукастың үйіне барып, Майк одан кешірім сұрайды. Лукас, егер біз Одиді тастап, өзіміз баратын болсақ қана кешіреміз деп пиздес болатын бар емес пе? Майк отказ берді. Лукас тағы да пошол деп, өзі жалғыз баруға шешім қабылдайды. Оди магазинге келді. Флешбэк. Ол қайтадан суға түседі, және қараңғыда пайда болады. Магазиннен болса ол вафлиді періп кетті. Біздің көгершіндер бір келіншекке қызы туралы сөйлесу үшін келеді. Бұл шатаспасам Одидің анасы. Лукас пиздес болып Уиллды жалғыз іздеуге кіріседі. Кетер алдында ол полицейді көріп, оған мән бермей кетіп қалады. Майкл мен Дастин Одиді іздеуге шығады. Жолда әңгіменің тақырыбы сол қыз айналасында болады. Солай жігіттер соңғы рет Оди болған магазинге келеді. Терри әпкесі есірткі қолданып, содан кейін тұзды суы бар бочкаларға түсіргені туралы әңгімесін бастайды. Олар жақсы ақша төлегені үшін эксперимент жүргізіпті. Содан кейін Терри оның жүкті екенін біліп, бірақ өкінішке орай нәрестеден айырылып қалады. Лукас лабораторияға жетті. Джо мен Нэнси магазиннен керек жарағын алып жатыр. Магазиннен шыға бергенде, Нэнси кинотеатрдың үстіңгі жағынан Нэнси жезөкше деген жазуды көреді. Кейіннен бұны Стив пен достары жасағанын түсінеді. Нэнси Стивке келіп, айтып тастайды да, сосын Джонатан жігіттің көтін айырады. Қарылыс әдемі кетіп жатқан кезде полиция келіп, Джоны учаскеге алып кетеді. Оди вафлиін жеп отыр. Кенет оны жігіттер шақырады. Сол сәтте біздің жігіттердің алдынан пышақ ұстаған екі мудак шығып, біздікілер қашып кетеді. Лукас портал федералдардың лабораториясында екенін түсінеді. Бір ағаштың үстіне мініп, бинокльмен лабораториядан военный грузовик кетіп бара жатқанын көреді. Жігіттер соңында бәрібірде ұсталып қалды. Дастиннің мойнына пышақ тақап, Майклға анау жерден секірді бұйрық береді. Егер секірмесең, Я сейчас его порежу! дейді. Майк амалсыздан секіреді. Ешекбастар солай жақындап төменге қараса, Майк ауада қалқып, кейіннен қайтып жоғарға көтеріледі. Бұрыштан сол кезде Оди шығады, және біреуінің қолын сындыра салады. Флешбэк. Оди құбыжықты көріп, оған жақындай түседі. Осыдан кейін ол, оған қолын тегізсе, монстр орнынан тұрып ырылдайды. Бұл контакт порталдың ашылуына ықпал етіпті. Шын әлемде Оди кешірім сұрап, порталды ашқан өзі екенін мойындады. Балалар осылай үйіне қайтады. Бірақ жолда оны штаттық көріп қалып, анау шалға Одиді таптық деп хабар береді. Солай шалдың өзі қаруланып, айтылған жерге аттанады. 7-ші серия. Майк Одиді үйіне алып келеді. Ол одан парикті шешіп, осылай более жарасымдай дейді. Олар енді бірақ Дастин бұзып жібереді, және Лукасқа қауіп төніп тұрғанын айтады.
Майк оған рациямен ескерткісі келеді, бірақ терезені қараса үйге дафига фургон келе жатыр екен. Олар сыртқа шығып, великпен қашып кетеді. Фургондағылар бәрібірде оларды көріп қойып, іздеріне түседі. Жігіттер Лукас пен ақыры көрісті. Кенет алдарынан фургон шығып, Оди суперсиласымен көлікті лақтырып жібереді. Жігіттер тыныш жерге жетіп, ақыры татуласады. Джойс пен Хоп учаскеге келді. Анасы баласын байқап, кісенді шеш деп айқай шығарады. Коптар осы сәтте бір ящикті столға қойып, мына екеуі оружейный магазиннен осыларды алыпты дейді. Майклдың үйіне шал мен анағатын келді. Әйел Одидің фотосын көрсетіп, не білесіздер, бәрін айтыңыздар деп өтінеді. Алайда ата-анасы түк білмейді. Анасы айқай шығарып, енді отала бастағанда, шал тоқтатып, ұлдарыңыздың басына қауіп төніп тұр дейді. Бірақ біз оған көмектесеміз, тек сіздер бізге сенсеңіздер болды деген сияқты жегізеді. Жігіттер болса, ары қарай не істейміз деп ойланып жатыр. Осы сәтте төбеден вертолет ұшып, олар амалсыздан автобусқа кіріп кетеді. Учаскеде Джонатан суретті көрсетіп, анау монстрдың болжам бойынша қанды сезетінін баяндайды. Сосын анасы оған, бұлай әрекет ету қауіпті ғой деп айқайлайды. Бірақ оларды бір баланың анасының айқайы тоқтатты. Шериф, менің уақытым жоқ, хаттама толтырып, оны осы жерден жүргізіңіз дейді. Вот осы кезде жігіт қыздың қандай екенін бейнелей бастайды. Шерифтің болса сразу интересі оянып кетті. Стивтің достары ситуацияға жыртылып жатыр. Сосын ол Кэролға аузыңды жапшы дейді. Ары қарай ұрсып, Стив кетіп қалады. Шериф, Нэнси, Джойс және Джонатан көлікке отырып, балалар қайда болуы мүмкін деп ойланады. Джо сол кезде, мен білемін оларды қайдан табуға болатынын деп елес болады. Олар үйге келіп, рация арқылы жігіттермен байланысқа шығады, және олар өздерінің қайда екенін айтып береді. Стивтер Нэнси туралы жазуды өшіріп тастады. Жігіттер шерифті күтіп отырғанда, екі көлік келіп, аумақты бақылай бастайды. Сосын бабақ-бақ, шериф оларды шашып тастайды. Джойстың үйінде Майкл мұғалім айтқанының бәрін айтып берді. Оди Барбарамен байланысқа шығуға тырысқанымен, барлық попыткасы сәтсіз. Мұғалім үйінде бір қызбен отыр. Кенет телефон шырылдап, артынан Дастин депривациялық камераны қалай құрамыз деп сұрайды. Ол, болмайтын уақытта звондадың ғой, қазір қолым бос емес деп айтқысы келгенімен бәрін түсіндіріп берді. Вот бір кішігірім проблема. Бізге 600-700 килограмм тұз керек. Оны қайдан аламыз? Әрине мектептен. Джонатан мен Шериф мектептен тұздардың бәрін періп кетеді. Ал Дастин мен Лукас бассейнді. Жігіттер еще бұның бәрін мектептің спорт залында жасамақшы болады. Майк пен Нэнси де құрқарап қалмай шлангқа кетеді. Жолда, давай башындықты айтайық деп келседі. Сосын Майк Нэнсиге бұлай сұрақ қояды. Теперь ты с Джонатаном? Что? Нет. Нэнсидің де ответкасы дайын тұр екен. А у вас 11? Что? Нет. Джойс Одиге очки әкеліп, көмектесіп жатқаны үшін алғыс білдіреді. Жігіттер депривациялық камераны жасап, Оди очкимен суға түсті. И вот, ол қайтадан сол мекенде. Қыз алыстан бірдеңе байқап, жанына барса, Барбара өліп жатыр екен. Солай паника болып жатқанда, Джойс оны тыныштандырады. Сосын ол Уиллдың шалашын байқайды. Ішке кірсе, Уиллдың бойында әл жоқ, жатыр екен. Оди жоғалып, қайтадан шын әлемден оянады. Шериф лабораторияға баруға шешім қабылдайды, және Джойс онымен бірге. Нэнси, құр-қол қусырып отыра бергеніміз жарамас дейді. Екеуі лабораторияға жетті. Осы кезде Нэнси мен Джонатан учаскеден сатып алған оружиелерін ұрлап әкетеді. Хоп пен Джойс ұсталып қалды. Және бізге Уиллдың жағдайын көрсетеді. Ол шалашта ән айтып жатыр екен. Ал жанында анау монстр. 8-ші серия. Джойс кісендеулі. Шал келіп, ұлыңмен қалай байланысқаныңды білемін дейді. Сосын, давай мен сенің ұлыңды құтқарайын. Бірақ ол үшін сенің көмегің керек деп ұсынады. Бірақ Джойс басында қатырмаш деумен шектеледі. Ана жақта шерифті шокермен қинап жатыр. Көп сделка ұсынады. Федералдар екеуін босатып, ана әлемде өліп қалмау үшін бәрін береді. Уиллды құтқарғаннан соң бәрін ұмыта саламыз, и все. Майк, Нэнси мен Джонатан қашып кетті деп ойлайды. Оди болса, ол монстрмен шабуылға кетті дейді. Джо мен Нэнси Байерстердің үйінде ловушкалар құрып жатыр екен. Бензин төгіп, қақпан жасап, пушкаларын зарядтап. Джо еще мынандай нәрсе істеген. Шерифке шал келіп, сигарет ұсынып, Одидің қайда екенін сұрайды. Шериф, мен айтамын, бірақ сен бізге енді тиіспейсің дейді. Солай оларды босатады. Ары қарай защитник костюмдер, шал мен әйел армия жинап жолға шықты. Хоп пен Джойс порталға кіріп, ана әлемге өтті. Кенет Шериф флешбек ұстайды. Әйелі және қызымен бірге кайфпен паркте серуендеп жүр. Және қызы талып қалады. Нэнси мен Джонатан қолдарын кесіп қан шығарады.
Жігіттер не істелерін білмей жүр. Майк бірдеңе жасауымыз керек дейді. Солай Дастин оны тыңдап, шоколадный пудинг іздеуге кетті. Джо мен Нэнси қолдарын байлап алды, және кенет есікті біреу қағады. Стив екен. Ол Нэнсиден кешірім сұрауға келіпті, бірақ кесілген қолын көріп, бұны Джо жасады деп ойлайды. Нэнси екеуін ажыратады. Осы сәтте лампочкалар жанады. Демек, монстр жақын. Енді шыға бергенде кейіпкерлеріміз қашып кетеді. Шериф пен Джойс сапарын жалғастырып, қирап жатқан шалашты көреді. Хоп тағы флешбек ұстайды. Походу қызы рак секілді. Үйге қайтып оралайық. Бөлмеден шықса, монстр жоқ. Стив та паника, қатты қорқып жатыр. Нэнси сол кезде оған, қорықсаң қайтшы айналайын дейді. Солай ол кетіп қалады. Енді көлікке жете бергенде, қайтадан свет ойнап, анау бәле Джоға шабуылдайды. Нэнси атып өліп жатыр. Сосын Стив пайда болып, битамен херат шетіп тастайды. Мутант қақпанға түсіп, Джо бензинге зажигалка лақтырады. Өрт сөнгеннен соң, монстр жоқ. Екеуі ана әлемде Джойстың үйіне келіп, сол тіршілік иесінің қанын көреді. Сол кезде қалыпты әлемде олардың ізінен гирлянда жанады. Лукас пен Дастин шоколадный пудингтарын тапты, ал Майкл мен Оди әңгімелесіп отыр. Типа мына хуйня бітсін, күшті бақытты өмір сүреміз деген секілді. Сосын оны сүйіп алады. Осы уақытта мектепке шалдың армиясы келеді. Қашып бара жатып, алдарынан армияның бір бөлігі күтіп алады. Оди суперсиласының арқасында проходты тазалап, өзі талып қалады. Хоппер мен Джойс қанның ізімен мектепке келді. Шал балаларды бәрібірде тауып алып, үйлеріңе қайта беріңдер дейді. Бірақ олар кеткісі жоқ. Сосын оларды ұстап алады. Әкесі Одиге келіп, мороженое алып берем деген секілді уәделер береді. Бір кезде свет мигать етіп, стенадан ебучий мутант шыға бастайды. Үлкендер оқ жаудырып тұрғанда, кішілері Одиді алып қашып кетті. Шалға болса пипец. Хоп пен Джой жүре-жүре жансыз барбарамен әлі тірі Уиллды табады. Олар оны шығарып алып, шериф ана бәлені атып тастайды. Балалар Одиді столға жатқызып, Майк оған жұбату сөздерін айтады. Жігітіміз, сен енді бізбен тұрасың, біз бірге балға барамыз деп уәде береді. Бірақ осы сәтте анау бәле жақындай бастады, және Оди бар күшімен құбыжықты стенаға итереді де, артына бұрылып, қош бол Майк деп мутантты өлтіріп, өзі де сонымен бірге жоқ болып кетті. Оди, где ты? 11! Оди! Хоппер мен Джойс Уиллге искусственный дыхание жасайды. Хоптың сол кезде көзіне қыздың өлген сәті елестейді. Ештеңе болмай жатыр. Мамасы уже истерикадан жылап, Уилл ояншы деп жалыну үстінде. Және бірнеше попыткадан соң Хоппер ақыры Уиллдің өмірін сақтап қалады. Мектепке Майклдың ата-анасы келді. Түріне қараңдаршы, жалко пацана. Уилл больницада, жанында ағасы мен анасы. Ол оянып, отбасымен сөйлеседі. Хоппер, Майклдың ата-анасы, Нэнси, Стив және жігіттер де больницада. Олар Джонатан қашан шақырар екен деп күтіп отыр. Солай олар жүгіріп барып, не болғанын барлығын айтып береді. Шериф больницадан шығып, темекісін шегіп тұрғанда, бір көлік келіп, ол сонымен бірге кетіп қалады. Арадан бір ай өткеннен соң, жігіттер дәл сол үстелі ойынын ойнап отырады. Бұл жолы ойынды даканса ойнап аяқтайды. Біраздан соң, Джо Уиллды алып кетеді. Ал Майк кезінде Оди ұйықтаған жаққа қарап, көңілі түсіп кетті. Нэнси Джонатанға келіп сыйлық ұсынады. Бұл жаңа камера еді. Байерстер кетіп қалды. Солай Нэнси Стивтің жанына келді. Хоппер корпоративтен қайтып келе жатып, жолдан тоқтап қалады да орманға қарай кетеді. Ол вафлиді ящикке қойып кетіп қалды. Уже үйде Джойс стол жайып қойған, ал Уилл қолын жууға кетті. Бір кезде жөтеліп аузынан бір хуйня түсті. Сосын бір сәтке басқа әлемге барып келеді. Солай ақырында қолын жуып, ештеңе болмағандай тамақ жей бастайды. Соңы. Не айтайын енді, алғашқыда бұл сериал маған душный жалпы алғанда не стоит сияқты көрінді. Егер мен оны жай ғана видео үшін емес қарап отырған болсам, онда оны 3-4 сериясында тастап кетер едім. Бірақ мен мына видеоға сценарий жазуға отырған сәтте, сериал мүлде басқа қырынан ашыла бастады. Мен сериалдың ішіне толық кіріп кеткендей болдым. Оның атмосферасын сезіндім. Кейіпкерлермен байланыс орнады. Бұл сериалға басқаша көзбен қарауға мүмкіндік берді. Алғаш рет көрген кезде, мен бұл сериал не стоит десем, қазір сериал өз рейтингтеріне лайық секілді. Екінші сезонды өткізіп алмаңыздар, жақын арада арнада шығады. Ал мен келесі сериалға сценарий жазуға кірісе берейін. Айтпақшы, жаңа телега арнаға тіркеліп кетіңдер, видео туралы барлық ақпараттар сол жақта шығатын болады десейші. Ендеше, бәріңе сәттілік, бәріңе давайте.